Оқушылар, математика сабағымызды бастаймыз. Кітабымыздың 122-ші бетін ашамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көлем, өлшеу және салыстыру деп аталады. Бүгін біз заттардың көлемін салыстырғанда артық және кем белгілерін қолданып үйренетін боламыз. Яғни заттардың көлемін салыстыру нәтижесін артық және кем белгілерін пайдаланып жазуға болады екен. Яғни мысалы 12 литр кем 20 литрден деп. Яғни бүгін біз көлемді өлшеу барысында литр деген өлшем бірлікті қолданатын боламыз балалар. Сауда жасау тапсырмасына қарайтын болсақ, бұл жерде сурет берілген. Біз суреттен сөмкелерді көріп тұрмыз. Яғни біріншінде қол дорба, екіншінде жағы сүйрететін дорба көріп тұрмыз, Осы сөмкелердегі азық түліктердің көлемін салыстыруымыз керек балалар. Яғни мен айттым балалар, яғни заттың көлемі литр өлшем бірлігімен жағы жазылады екен балалар, өлшенеді екен. Олай болса, мұқият қарай отырып, әр дорбадағы заттардың көлемін тауып, және оларды бір-бірімен салыстыру керек екен. Ал олай болса, іске сәт. Ал олай болса балалар, бірінші дорбаға мұқият қарайтын болсақ, бұл жерде біз мына жерде апельсинді көріп тұрмыз 1 килограмм, және де шырын көріп тұрмыз 1 литрліктегі 4 ыдыстағы шырынды көріп тұрмыз, сүт көріп тұрмыз, бұл жерден тағы да басқа заттарды көріп тұрмыз. Ал олай болса, бұл жерде көлемі қайсы болады? Көлемі мына литрмен берілген 4 қорапты бір-біріне қоссақ, яғни бірінші дорбадан біз 4 литр заттың көлемін байқап тұр екенбіз. Ал екінші дорбада болар біз 1 килограмм алманы көріп тұрмыз, 3 литр шырын көріп тұрмыз, және де 2 килограмм мына жерде қант па ақ түсті көріп тұрмыз, және де төменде қораптардағы 1 литр қораптардағы сүтті көріп тұрмыз, және де 1 килограммдық заттарды көріп тұрмыз. Мына жерде де біз балалар 1 килограммдық бұршақтарды көріп тұрмыз. Олай болса, бірінші дорбада 1 литр шырын мен 1 литр сүт қана бар, барлығын қосқанда 2 литр болады. Ал мына жерде болса 3 литр үлкен ыдыстағы банкідегі шырынды, және апельсин шырын, және біз 1 литрде сүт көріп тұрмыз. Онда барлығы 4 литр болады екен. Сонымен салыстыратын болсақ, бірінші дорбадағы заттың көлемі 2 литр, екінші дорбадағы заттың көлемі 4 литр, яғни 2 литр кем 4 литрден екен, немесе 4 литр артық 2 литрден. Міне осылай салыстыруымыз керек екен. Егер сендер де тура осылай салыстырған болсыңдар, осы тапсырма үшін бір торкөзді жасылмен бояйсыңдар. Егер бір қате кетіп қалған болса, сол торкөзді сарымен бояймыз. Егер екі одан да көп қате кеткен болса, сол торкөзді қызылмен бояп бағалаймыз балалар. Келесі шығарып көр тапсырмасында бізге аквариумдар берілген. Бір аквариумға 20 литр, ал екіншісіне 30 литр су сияды дейді. Қай аквариумдағы судың көлемі артық, қаншаға артық дейді. Санды теңсіздік құрастыр дейді. Және неше теңсіздік құрастыра аласың дейді балалар. Ал тапсырманы орындайық. Сонымен балалар, қай аквариумның көлемі артық? Әрине 30 литр су сиятын аквариумның көлемі артық екен. Енді қанша артық деп сұраса, біз әрине үлкен саннан кіші санды азайтамыз, яғни 30 литрден азайтамыз 20 литрді, тең 10 литр болады. Яғни бірінші аквариум 30 литр сиятын екінші аквариум 10 литрге артық екен балалар. Енді қандай теңсіздік құрастыруға болады және қанша теңсіздік құрастыруға болады? Бұл жерде 20 литр кем 30 литрден, немесе 30 литр артық 20 литрден. Сонымен мына суретте көріп тұрғанымыздай, бірінші аквариумымыз 10 литрге артық екен. Сендерде де осындай жауап шыққан болса, осы тапсырма үшін бір торкөзді жасылмен бояйсыңдар. Бір қате кетсе, сол торкөзді сарымен бояймыз. Егер екі одан да көп қате кетсе, сол торкөзді қызылмен бояймыз балалар. Келесі орындап көр тапсырмасында өлшеу нәтижелерінің арасына қандай белгі қоюға болатынын анықта деді. Екі топта бізге сұйық майлардың көлемдері көрсетілген. Бірінші топқа қараймыз 10 литр мен 1 литр, және екінші топта 10 литр, 1 литр, 1 литр деген топтарға қарап, осы көлемдерді бір-бірімен салыстыруымыз керек.
Сонымен балалар, бұл жерде бірінші топта бізде 11 литр май бар екен, сұйық майдан, екінші топта 12 литр бар екен. Олай болса 11 литріміз 12 литрден кем екен. Немесе кері қарай айтатын болсақ, 12 литр артық 11 литрден екен. Сендерде де осындай жауап шықты деген ойдамын. Осылай жауап шықса, бір торкөзді жасылмен бояп бағалайсыңдар. Егер басқа жауап шықса, сол торкөзді қызылмен бояп бағалайсыңдар балалар. Келесі дәптердегі тапсырмамыз салыстыру белгісін қойып шығуымыз керек балалар, және әр теңсіздікке кері теңсіздік құрастырып шығуымыз керек. Яғни заттың көлемін өлшеу барысында теңсіздіктерді құрастырамыз. Бұл тапсырманы сыныптағы қыз балалар орындайды. Келесі тапсырмамызда мектеп асханасында 30 литр шай және 20 литр компот дайындалды дейді. Мектеп асханасында барлығы неше литр сусын дайындалды дейді. Бұл есепті сыныптағы ұл балалар орындайды. Яғни есептің шартын, сұрағын, шешуін, жауабын құра отырып тапсырманы орындаймыз балалар. Ал олай болса іске сәт балалар. Сонымен балалар салыстыратын болсақ, мына жерде 40 литріміз артық 30 литрден. Кері қарай құрсақ 30 литр кем 40 литрден. 4 литр кем 9 литрден, кері құрсақ 9 литр артық 4 литрден. 13 литр артық 11 литрден, кері құрсақ 11 литр кем 13 литрден. 50 литр кем 80 литрден, кері құрсақ 80 литр артық 50 литрден. 60 литр тең 60 литрден, кері құрсақ та тура солай 60 литр тең 60 литр болып шығады екен. Сіздердің жауаптарың осындай болды ма балалар? Ал енді есепке келетін болсақ, шартында шай 30 литр, компот 20 литр, барлығы неше литр? Барлығын сұраса қосамыз, 30 қосу 20 тең 50, жауабы барлығы 50 литр болып шығу керек. Жауаптарын тура осылай шыққан болса, бір торкөзді жасылмен бояп бағалаймыз. Егер бір қате кеткен болса, сол торкөзді сарымен боямыз. Екі одан да көп қате кетсе, сол торкөзді қызылмен бояп бағалаймыз балалар. Келесі тапсырмамыз құмырада қанша су қалды дейді. Оны білу үшін мына жерде азайтуға берілген екі өрнекті белгілі компоненттер бойынша салыстыруға бола ма дейді. Олай болса, мына жерде қараңдар, 19 азайту 2, яғни 19 литрлік ыдыстан қанша литр су құйылғаны белгісіз, және 20 литрлік ыдыстан да қанша су құйып алғаны да белгісіз. Осыны біз білмей тұрып салыстыра аламыз. Мысалы 19 азайту 2 артық па кем ба 20 азайту 2-тан? Осыны таба аламыз ба балалар? Әрине табуға болады. Бұл жерде x-тер егер x пен x бірдей сан шығатын болса, әрине бұл жерде 19-ы бар теңсіздік кем болады 20-сы бар теңсіздік, өйткені 19 кем 20-дан. Осылай салыстыруға болады екен. Ал енді ары қарай тапсырма қарасақ, өрнектегі x-тің мәндерін 0, 1, 2, 3, 10, 19 деп алып, біз осы теңсіздікке сол санды мәндерді қоя отырып салыстырып шығуымыз керек. Мына жерде 0 деген санды қойған кезде 19 азайту 0 кем 20 азайту 0-ден деген теңсіздік шыққан екен. Яғни 19-дан 0-ді азайтсақ 19, 20-дан 0-ді азайтсақ та 20, 19 20-дан кем. Сол сияқты енді біз x-тің орнына 1-ді, 2-ні, 10-ды, 19-ды қойып, осы тапсырманы орындауымыз керек. Іске сәт. Жақсы балалар, сонымен теңсіздіктің x-тің орнына 1-ді қойған кезде 19 азайту 1 кем 20 азайту 1-ден, өткені 19-дан 1 десе 18, 20-дан 1 десе 19, 18, 19-дан кем. Тура сол сияқты 19 азайту 2 кем 20 азайту 2-ден. 19 азайту 10 кем 20 азайту 10-нан. 19 азайту 19 кем 20 азайту 19-дан екен. Міне осындай жауаптар шыққан деген шықты деген ойдамыз сендерде. Осылай шыққан болса сендерде де онда бір торкөзді жасылмен бояп бағалаңдар. Егер бір қате кетіп қалған болса, сол торкөзді сарымен бояп бағалайсыңдар. Егер екі одан да көп қате кетсе, сол торкөзді қызылмен бояп бағалаймыз балалар. Сонымен барлығы қанша бүгін жасыл торкөз жинадыңдар, қанша сары, қанша қызыл торкөз жинадыңдар, санап есептеп барлық ұпайды шығарамыз балалар. Егер сендер 9-10 ұпай жинаған болсыздар, онда сендер жасыл басқышқа шығып өте жақсы керемет нәтиже көрсеттіңдер балалар. Ал егер сендер 8-7 ұпай жинаған болсыздар, онда сендер жақсы нәтиже көрсеттіңдер, бірақ қай тапсырмадан қайталайсыңдар, соны қайтадан қарап шығыңдар.
Ал егер сендер 6 ұпай немесе одан да аз ұпай жинаған болсаңдар, онда қызыл басқышқа шықтыңдар. Бүгінгі тапсырманы, бүгінгі есептерді қайтадан қарап шығуға тырысыңдар. Сұрақтарың болса, міндетті түрде мұғалімнен жауабын алып, түсініп алуға тырысыңдар балалар. Сонда міндетті түрде жоғарғы басқышқа шығатын боласыңдар. Сонымен қай басқышқа тұрғандарында көрсетесіңдер балалар, иә. Сонымен бүгін біз заттардың көлемін салыстырдық. Көлем деген тақырыпты өттік. Заттардың көлемін салыстыру үшін біз литр деген өлшем бірлікті қолдандық, және салыстыру барысында артық кем белгілерін пайдаланып санды теңсіздік құрастырдық, иә балалар. Олай болса, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.